Сәлем достар. Бұл Айзеренің, короче. Айзере, оқышма апайың не жазған? Саламатсыз ба? Нұрлы Айзеренің почеркасы нашар болғандықтан басқа мектепке ауыстырамыз дейсің бе? Сол мектепте барды Пән? Пән емес пе? Дүйсенбі сол мектепке барады, болашақ мектепке. Міне, Али апай. Алып кебері. Қазір көреміз деп сен менен күдіктеніп тұрсың ба? Жоқ. Шынымен баласын? Неге? Бар, звонда. Звондап сөйлесесің ба Али апаймен? Звонда. Кем басайын ба? Айзеренің почеркасы нашар болғандықтан басқа мектепке ауыстырамыз. Дүйсенбі сол мектепке барады, болашақ мектепке. Болашақ апамдардың үй жағында мектеп па? Жоқ ой, Ана, жақтағы мектеп қой. Öyle почеркам, просто почеркам жөнде алмай жүрмін. Қанша жаздым сонша? Саған қанша ескертті, апайың, почеркіңді турала деп, Бля, сен бір өзіңді ол мектепке қайтып алып барам сен? мама, может, почеркасы не болмағандықтан есепке қойып қойса не болады? Есепке қойған ол, мысалы, бір нәрсе болса, бәрі полиция келеді, именно Айзерен басында қарап жүреді. Жоқ, ол бұзықшылық жасаған жоқ, ол да есепке алатындай. Не? Не істейін сен? Давай, найдем. Али апайға звондап, Айзере бармай қойсын сөйтіп айтамыз. Ой, бұны апай, Али апай бір айтқаннан қайтпайтын апай ғой. Болмаса Али апайдың жауап басқа апайға берсін. Али апай строгий апай ғой. Мама, болмаса Али апайдан басқасын қаларсың да, осы мектептен. Басқа сыныпқа ауыстырып жіберейін ба онда? Алилердің ба? Бірақ ояқта да сөйтсең, басқа сол мектепке апарып тастайды ғой? Рысқұловтың апайлары бір шығарғаннан кейін алмайды. Өйткені ол лицей, ең күшті мектепте, еще апайдың да апайлары зор ол мектептің. Не істейсің енді? Біздің сыныпта бір бала сөйтіп почеркасы жаман болып, басқа анау мектепке ауыстырып жүрген жаман нелер оқитын. Жоқ, бұл жаман оқымайды ғой, сабағын бәрі жақсы ғой. Тек қана почеркісі нашар ғой. Сабағын бәрі 5, қазақ тілден 4 шықтың, Қазақ тілде почеркам жаман мықты шықтым. Почеркасы жаман? Почеркасы нашар болған кейін қазақ тілден 4 шығарып тастады. Не істейміз? Дүйсенбі апайыңмен барып сөйлесейін ба? Өзің сыныбыңда оқисың ба? Оқуың келе ма өзің сыныбыңда? Дүйсенбі апайыңмен барып сөйлесейін ба? Дүйсенбі апайыңмен барып сөйлесейін ба? Может, Али апай айтқаннан бір мүмкіндік беріңіз, бір аптада жүндейді деп айтайын ба почеркіңді? Точно жүндейсің ба, уәдеңде тұрасың ба? Кейін жылап жүрме. Басқа мектепке ауыстырып. Бірақ басқа мектепке, аяқтағы мектепке ауыстыратын болса, мен ол апарып алып келе алмаймын. Қайтып апарып алып келем, өзің барып келесің. Мен клубтан шықпаймын. Түнде шықсам ше? Түнде шықсаң да қайтасың өзің. Жол жарық қой. Болашақ деген қай мектеп? Кәусарды аламыз ба, саған барамыз ба? Мен Дүйсенбі апайыңмен барып сөйлесіп көрем. Бір почеркағым, Енді ол мектеп лицей ғой. Міне. Звондасың ба? Сұрасың ба? Міне. Али апай ма? Саламатсыз ба, Нұрлы деп жазған ба? Міне. Али апай. Саламатсың ба, Нұрлы? Айзеренің почеркасы нашар болғандықтан басқа мектепке ауыстырамыз. Дүйсенбі сол мектепке барады, болашақ мектепке дейді. Неге? Почерканың болмағанына жылағысы келіп тұрғаны. Почеркің нашар болғанына? Лицейден шығып кетсем білмеймін енді. Ол жерде тек білесіз ба, мама, бүгін біз неден ше жоғары... Ана куртканы тастап кетіпсің ғой ана жерге. Алихан алып қойшы, Аниха алып қойшы. Мама, болашақта ше
анау Бағана еш нәрсе айтпаған ба еді мектептен? Сен мектептен қазір келдің ғой? Жоқ, ешнәрсе айтпады. Еш нәрсе айтпады ма ондай? аз- Қалпағыңды асайшы, Алихан. азаннан кешке дейін оқимын ма ол мектепте? Иә. Али анада оқыған мектепте типа. Ол жақтағы емес, мына жақтағы басқа мектеп. Ол қатал мектеп. Типа интернет интернеттен жақта мектепте, иә. Жоқ, мына жақта. Ол жерде, короче, азанда барады, обедке дейін оқиды, кешке дейін отработка жасап тағы оқиды. Оқу андай не қылмағандарды тышқан қамаға қамайды, сондай мектеп қой. Рабиға апай сөйтіп қамады. Басқа мектепке ауыстыра алмайсың, бұл сияқтағыларға жібереді, сосын сен басқа мектепке ауыспайсың, сол мектептен ауысасың. Егер почеркасы жақсы болып кетсе не болады? Почеркасы жақсы болса қайт. Жоқ, дүйсенбі барып сөйлесіп көреміз апаймен. Бір Апай, аптада өтініш. жазу Бір аптаның ішінде почеркімізді туралаймыз. Тек қана почеркіміз ғой, қалған сабақтың бәрі 5 қой деп өтініш жасаймыз, иә? Жақсы деп тұр. Егер достар Айзере ютубқа бұдан кейін видео салмайтын болатын болса, онда уже болашақ мектепке ауысып кетті деген сөз. Барлық сабағы 5-ке андай қылмайынша түнде келеді ғой. Азында таң сағат 8-де кетеді, осындай уақытта келеді. Сағат Уже ары қарай, ол жақта суббота, воскресеньеда оқиды. Өлем. Демалшы ол жақта. Айзере, Мам? біз сумка дейсің. Иә, суббота, воскресеньеда оқиды. Айына бір рет демалады. Ачы, Алипайдан сұрайсың ба, звондасың ба? Алихандарға да берген Алипай. Айына бір рет, бірақ күн демалады. Үйто қазір о таң сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін оқиды. Үйге келем дегенше 8:30 болады. 9-да тамақ, біз тамақ ішіп боламыз, ол өзі жалғыз тамақ бере ма ол мектепте? Обедте ғана береді. Почему қайда? Машина жоқ. Ол жақта буфет жоқ сосын. Ал не? Алып ке, кім сайтеді, алып ке. Алихан, Қарысы ішеді. ол мектепте буфетте жоқ бірақ. Айзере, Джинде, ужас хабар келді. Ау, Бұл саған пранк! Короче, Кәусар әпшенің номерін Али апай деп сағынсет қойғанбыз ғой. Сол номер қарайын дегенім болмады ғой. звондап отыр. Али апай ондай жоқ атшы. Али апайың ба, мен сат кеттім ма, маған айтпай деп ойланып кеттің ба? Бұл, короче, пранк. Али апай ондай жоқ атты. Просто почеркаңды жүндеп деп айтатын еді. Шын сендің ба? Қорқ кеттің ба? Жылағым кетті ғой. Жылағым кетті. Мама, пожалуйста, жу. Короче, не видео түсіреміз, не пранк жасаймыз дедік те саған. Сөйтіп, мама, бағана мен қасыма жат деді ғой. Сол кезде сол идеяны айту үшін мен жатқызды қасына. Сендер бөлмеде шарт тастады ғой. Бәжі әпшем ше WhatsApp-қа кіріп атын ауыстырып отқан. Ұстап оқымадым ғой. Мә, соңында байқап кеттің ба, е? Сөйтті ауыстырып. Мен маманың несі өтірік сен не істеп жатыр сақтап қалады. Қалай, шын сен қалдың ба? Жылағың кетті ма? Демалысы жоқ дегенде вообще ойланып қалдың ба? Біз Шымкентке жетсек, сен жалғыз боласың. Жанымда сөздерді оқи салатынды. Жанымдағы сөздерді оқыматынды. Мә, пранкқа ілініп қалдың ба? Бірақ біз мектеп лицей үшін. Мектептер лицей ғой сендер. Енді сол 1-4-ті жөнде, почеркіңді жөнде, мақма. Бүгін экзаменнен экзамен болды ғой. Сөйтіп енді бәріміз жоғары балл тесіп жинағанбыз. Енді ар жақтан адамдар келеді болатын мектептер лицейін жақсы оқиды деп. Лицей болғаннан кейін бүкіл лицейде жақсы оқиды ғой. Мектептер тест тапсырып жатыр. Біз тапсырмаймыз. Сендер тапсырмадыңдар ма? Алихандар тапсырды, Кәусарлар тапсырды. Тапсырмайды екенбіз. Басымызда камера тұрды ғой. Бірақ апайлар келіп көмектесіп жүрді.
Dostlar, bizning prank sizlarga unagan bo'lsa, Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазғызыңыздар. Всем пока!